Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ол қордақ. Қордақ еттен, картошкеден, пияздан жасалады. Оны әзірлеу үшін қазанға майын құйып, пияз бен еттін турауға саламыз. Содан кейін ол піскеннен кейін картошканы саламыз. Дәмі шығу үшін ояққа тұз, неше түрлі дәмдерін қосамыз. Қордақ қазақтың ең дәмді тағамы болып есептеледі. Бізге қордақ қатты ұнайды, біз қордақты жақсы көреміз.